Қайырлы күн жақсыларым. Бүгін сіздермен ағзаны майлау жайлы айтатын боламыз. Ағзаны қалай майлаймыз, не үшін майлаймыз және де қандай нәтиже аламыз. Ал сіздер каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып отырыңыздар. Ағзаны майлау мен қарапайым тамақтану ережелерін ұстау арқылы өміріңізді 180 градусқа өзгертіңіз. Ағзаны майлау арқылы беттегі қарадақ пен безеуді кетіріп, іш қату дегенді ұмытасыз. Артық салмақ кетеді, целлюлит жоғалады, табиғи жасару процесі басталады. Энергияңыз артып, ағзаңызда витаминдер мөлшері жеткілікті деңгейде болады. Достар, осы видеоның астына сіз қандай нәтижеге жеткіңіз келеді, сол туралы жазып өтіңіз. Ол менің келесі видеомда айтатын ақпаратқа әсер етеді. Енді ағзаны майлау жайлы айтамыз. Ағзаны майлау ол күнделікті таңертең жасалатын әдет. Күнде таңертең су ішкеннен кейін шамамен 15 минут өткесін ағзаны майлаймыз. Май ішкесін 15 минуттан кейін тамақ іше беруге болады. Ағзаны майлауға майды қалай дайындаймыз? Ең алдымен бізге металдан жасалынбаған ыдыстар қажет болады. Жаңа кесілген лимонның бір қасық шырыны, кешеден қалған тұрып қалған лимон шырыны жарамайды. Шамамен бір шай қасық лимон шырынын сығып аламыз. Оған бір қасық майымызды құямыз. Майымыз міндетті түрде суық сығылған май болу керек. Масло холодного отжима. Менде қазір суық сығылған асқабақ майы. Ал сіз кез келген басқа өзіңізге ұнаған майды алсаңыз болады. Ең бастысы суық сығылған болу керек. Орысша айтқанда холодный отжим, ағылшынша экстра virgin деп жазылып тұрады. Лимон шырыны мен майды бірден жақсылап араластыра бастаймыз. 1 минуттай араластырамыз, кейін 1 минут қойып қоямыз. Одан кейін барып ішу керек. Көріп тұрғандарыңыздай әбден араласқан кезде бұл бір текті қоспаға айналады. Ең басты шарты металл ыдысты қолданбаңыз. Ағаш, шыны деген заттар жарайды. Осы пайда болған бір текті қоспа біздің жеген тағамыздан әрбір пайдалы затты әр клеткамызға жеткізуге көмектеседі. Онымен қоса асқазан ішек жолдарын түгелдей тазалап өтеді және де күнделікті үлкен дәретке жеңіл баратын боласыз. Іш құрылыстың тазалығы ол сіздің бетіңіздің, қолыңыздың тазалығы, әдемілігі және де ойыңыздың да тазалығы болып табылады. Үлкен дәретке күнделікті бармау және де іш құрылыстың ластануы организмде токсиндерді өте қатты көбейтіп жібереді. Осы қоспаны ішу арқылы сіз ағзаңызға өзін-өзі тазалауға өте қатты көмектесесіз. Таза ішектер ғана тағамнан келген пайдалы заттарды өзіне сіңіріп ағзаға бере алады. Ал егер оның барлығы ластанып жатса, сіз тіпті витамин үстінен ішсеңіз де ешқандай пайда бермейді. Егер асқазан ішек жолдарында қандай да бір ауру болса, онда лимон шырынын балға ауыстырыңыз. Балмен араластырып ішсе де өте жақсы көмегін береді. Егер сізде аллергия, іш қату, бетіңізде, қолыңызда қарадақтар, басқа да нәрселер шығып жатса, онда міндетті түрде ішіңіз. Қолданып жатқан заттарыңыз өте сапалы болсын, лимоныңыз да сапалы болсын. Бал қолдансаңыз, балыңыз да табиғи бал болсын. Қандай майды алып ішсеңіз болады. Әр түрлі майдың әр түрлі қасиеттері болады. Ағзаға керекті қандай қасиет сіздің ағзаңызға керек, сіз соны алып қолданыңыз. Ең бастысы майдың сыртында холодный отжим, экстра virgin деген жазу болу керек. Мысалы, миндаль майы, грек жаңғағы майы, күнжіт майы, кокос майы, жүзім дәнінен алынған май сияқты көптеген майлар бар. Солардың ішінен таңдап аласыз. Қосымша сұрақтарыңыз болса астына комментарий қалдырып отырыңыз. Каналға тіркеліп, лайк басып өтіңіздер.